Менің құрметті тыңдармандарым, сырға толы өмір арнасына қош келдіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіре кетіңіздер. Сара, мен биыл оқуға түскен университетте шет тілінен сабақ беретін жас мұғалім. Ажарлы, сұлу, қарамастан әлі тұрмыс құрмаған, сәнді киінетін, жүзінде үнемі адамның қытығына тимейтін тартымды күлкі бар. Мектеп қабырғасында ашылмаған ағылшын пәніне деген қызығушылығымды осы кісі ашты ма, жоқ әлде ол жай сылтау ма, мені тіл емес, оның өзі құмартатын. Апай, дәптерімді біреу ұрлап кеткен сияқты, ендігі жолы жазып көрсетсем бола ма, деді. Мінезді, берік бол. Сара апай оған сөзін сарт етпестен әлсіз ғана езу тартты да тақтаға шығып сабақ жаза бастады. Иығынан аз төмен түсіп тұрған қоңыр шашына көзім түсті. Оның бітімі тым бөлек, қарапайым да емес, бірақ тартымды еді. Нәзік қолдарымен борды сырғытып жатқан Сара апайға қарап, есіме Мұқағалидың өлеңі түсті. Кешкі астан кейін бөлмемде үй тапсырмасын орындадым. Үстел шамы бір өшіп, бір жанды. Орнымнан тұрып терезенің алдына келдім. Көше жарық, тек кейбір ғимараттарда жарық жоқ. Бір жерде желі үзілсе керек деп ойладым ішімнен. Орныма қайта отырғанымда әрі қарай сабақ орындай алмай қойдым. Санамды Сара апайдың бейнесі, күлкісі, сөйлеген сөздері билеп алды. Көп замай жаман ойларға ерік бердім. Құмарлық әбден билеп алды. Есікті кілттеп төсегіме құлай кеттім. Ұялы телефонымда Сараның жасырын түсіріп алған суреті болатын. Бірнеше минуттан соң тәнім қалтырап, өз-өзімді қанағаттандырдым. Соның артынша көңілімді жиіркеніш пен өкініш сезімі басты. Ақ деген терең күрсінісінен кейін орнымнан тұрдым. Күртешемді киіп көшеге шықтым. Фарабидің бойы күндегідей кептеліс, ығы-жығы көлік шамы. Ара-тұра көзіме түсіп жатты. Тротуар бойы адам аз, тек кейде жанымнан жүйткіп, электронды тепешке мінгендер өтіп жатыр. Мен бас шапқысымды киіп, құлаққағымды тақтым. Орындыққа жайғастым. Айнала тым-тырыс. Осы уақытта қаланың у-шуы тек саябақтарда айналып өтетін секілді. Біраздан кейін қасыма тілін саландатып, күндегідей қара күшік жетіп келді. Қалтамнан бір тілім нан алып лақтырып жібердім. Осы иттердің өмірі қызық. Олар үшін рухани құндылықтар мен арман, мақсаттар жоқ. Келесі күні де шет тілі болатын болғандықтан универге бардым. Білмеймін, бір түрлі бір кінәлік сезімі жан дүниемді мазасыздық тудырды. Күні бойы төсегімде сілейіп жаттым. Кешке жақын тағы да жаман ойлар санамды торлап алды. Өзімді жембек болып тысқа шығып, көзім түскен жаққа беттедім. Қараңғы жамылғы жабылған жұлдызсыз аспан астында біраз жүрдім. Бір сәт кідіріп, көзімді жұмдым. Әлсін-әлсін ақырын ескен кешкі самалдың даусы естіледі. Тылп етіп бетіме тамшы түсті. Екінші, үшінші, сонан соң жауын түсті. Үсті басым малмандай су болды. Негізі маған көбіне жапон, француз жазушылары ұнайтын. Соңғы кездері әсіресе көп оқып жүргенім Гиде Монапассаның шығармалары еді. Көзім әйнекке түсті. Ақ тонға оранған шыршалар біркелкі қаз-қатар тізіліп тұр. Аула тазалаушы үлкен күрегін сүйретіп, есік алдын тазалап жатыр. Бірі бойшан, екіншісі аласа екі қыз жүгіріп ішке кірді. Кептеліске түсіп қалса керек, бұл Алматының бітпес трагедиясы. Сара мұғаліммен жүздесуден барынша қаштым. Бұрнағы аптадағы ісім оған қылған опасыздық іспетті жанымды жегідей жеді. Алайда, лаж бар ма, сабақтан қала беруге болмайды. Сағат 8:50. Пара бітті. Аудиториядан шығып жатқанымда, өскен тоқташы, деді Сара апай. Бұрылып көзіне тіке қарамастан еріндеріне дейін көзімді көтердім. Иә апай, осы сенің жағдайың дұрыс па? Соңғы кездері тым тұйық болып кеттің. Осы халіме сен кінәлісің. Бәрі саған деген қол жетпес құмарлығым деп айтып салғым келдім де үнімді өшірдім. Бәрі жақсы апай, қапы болмаңыз деп жауап бердім.
Өзімді қинап езуімді жартылай көтеріп, назарыңызға үлкен рахмет дегенді де қостым. Түнде ұйқымнан оянып кеттім. Көрпемді көтерсем жауынгерім шошайып тұр екен. Орнымда жатып жаман ойлармен біраз алысып, көз алдыма Сара елестеді. Сол екен, құмарым басыма тепті. Еріксіз телефонды алдым. Бірақ өткен жолғы жазғыру есіме түсіп, оны лақтырып жібердім. Салқын душқа кіріп, алайда көп шыдай алмай, қосқышты қызыл бетке сырғыттым. Ыстық су тулап жатқан қанымды тіпті қоздырды. Еріксіз қолым төмен түсті. Бірер сәттен кейін әлгі жиіркенішті күйге қайта түстім. Осылайша әлсіздігімен алысып жүргенде қыс мезгілі көктеммен ауысты. Бір түні сағат 1-лер шамасында оянып кеттім. Маңдайым су екен. Терезені сығалатып ашып қойдым. Таза ауаны жұтқан соң серуендегім келді. Көшеде адам жоқ. Бірен саран өтіп жатқан көліктер. Жолдың жиегімен аяндап келем. Кенет алдымдағы сырахананың алдында шайқатылып тұрған таныс сұлбаны көрдім. Жанына таянғанымда Сараны таныдым. Ішкіліктің иісі аңқып тұр. Ішімде бір сезім пайда болды. Соның жетегімен мұғаліммен сәлемдесіп едім. Екі алақанымен бетімді умаждап жатып, өскен? Я, түннің бір уағында неге жүрсің, деді Сара даусы қалтырай шығып. Апай, сізге көмегім керек емес пе? Сара көзін жұмып ашып, аз кідірістен кейін қолымен кеудемнен итеріп жіберді. Мен бәрін білем. Сен мені жасын түсіріп алғаныңды да білем. Бірақ сен мені ырқыңа көндіре алмайсың. Өйткені сен қорқақсың, деді. Алғашында біраз абдырап қалдым. Алайда әлгі сезім женіп, қателесесіз, әсте олай емес деп қойып қалдым. Сара құлағымның түбіне тақап кеп, онда кеттік деп сыбырлады. Жарты сағаттан соң біз лавательде болдық. Терезеден сыртқа қарап, бұл бөлмеге не үшін кірдім, кім мені түртті деп, ішімнен өзімді жазғыра бастадым. Жуынатын бөлменің есігі ашылды. Сара ванна халатымен кереует шетіне отырды. Состиып тұрған маған қолымен ишарат қылды. Оған жақындап жатқанымда аяғымдағы дірілді анық сезіндім. Бірақ неге мен осыны қалап, қанша түн? Ол иықтарын жалаңаштап, қолымен мені төсекке құлатып жіберді. Үстіме шығып, құлағымны артынан сүйді. Қолымды алып, ақ төсіне қойды. Екінші қолымен кіндігімнен төмен сырғып түсті. Кенет Сараның түсі өзгерді. Даусы қатқыл шығып, айттым ғой, сен қорқақсың, деп орнынан көтеріліп кетті. Сара нөмірден шығып кеткенде, бірақ байқадым, жауынгерім қалың ұйқыда екен. Санам бұл шындықты қабылдай алмай, тіземді құшақтап, қараңғыда біраз отырдым. Бөлме іші жылы болса да, тәнім тонып барады.